Бүгін бізде шторы Алматыға разоблачение. Заказ берсе бола ма дейді. Ана кісі айтады, әрине сәлеметсіз, номер WhatsApp, пожалуйста дейді. Ана кісі ойланбай тұрып номерін барлығын жазып жібереді. Айтады содан кейін, заказым әлі жоқ, жұмыстарыңыз жауапсыздар ғой. 3 күнде тігеміз дегеніңіз 20 күн болды. Әлі тікпедіңдер дейді. Ана кісі айтады, сәлеметсіз, қай заказ айтыңыз дейді. Даже өзінің заказын ұмытып қалып отыр достар. Көріп отырсыздар. Мына жақта айтып отыр, вторник дайын болады дейді. Бірсе дайын емес дейді. Содан кейін айтады, кешіріңіз өтінемін, мен жағдай болмай базарға бара алмадым. Вторник реттеп саламын дейді. Ана кісі жақсы дейді. Одан кейін вторник соңғы күн аламыз. Короче, анау мынау аламыз, кешіріңіз деп отыр енді. Бірақ все равно дымда салмайды. Содан кейін ана кісі инстаграмдардан звондай бастайды. Телефон алмайды. Одан кейін тағы жазады. Оқиды, бірақ ответ бермейді. Тағы звондайды, оны да алмайды. Одан кейін тұрады да черный списокқа салып тастайды достар. Неге екенін түсінбедім, бірақ черный списокқа салып тастайды достар. Бір ай алдап солай ақыры черный списокқа соңында салып тастады достар. Көріп тұрғандар, мына видеода мына магазин мына кісіні алдап кеткен, яғни шторы жасап берем, әні жасап берем деп ешқандай нәрсе жасамаған достар. И соңында қара тізімге салып тастаған достар. Так что достар, мына кісінің, яғни мына магазин аккаунтына кіріп барлығымыз шторы деп жазып жіберейік. Біреудің еңбегін ешқашанда жеуге болмайды, яғни біреудің ақысын жеуге болмайды достар. Сіздермен болған мен детектив, біздің инстаграмға және тиктокқа жазылып кетіңіздер. Аман саулықта жүздескенше сау болыңыздар.